Сәлем достар, сіздер мен Let's Cook KZ арнасы. Бүгін мінеки осындай әдемі, үлпілдек, жұмсақ сырники рецептімен бөлісемін. Видео қызық болса, оны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Ең алдымен таза және құрғақ ыдысқа 3 жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын ажыратып алуымыз керек. Одан кейін ақ уызына шым-шым тұз қосып, миксердің жай жылдамдығында осындай аппақ, устойчивый маса болғанға дейін араластырамыз. Яғни, ыдысты төңкерген кезде ақ уыз құламау керек. Енді 400 грамм сүзбеге 3 ас қасық қант, 4 ас қасық ұн және сары уыз қосып, блендермен бір келкі болғанға дейін араластырамыз. Ал қазір жаңағы ақ уызды осыған салып, барлығын венчикпен бір келкі болғанға дейін жақсылап араластырып аламыз. Осымен сырниктің қамыры дайын достар. Мен сырниктерді пергамент қағазынан осындай форма жасап, соған салып пісіремін. Бұл шарт емес, әрине жай ғана форманы майлап пісіре берсеңіздер де болады. Енді қамырды осы формаға құйып шығамыз. Менде жалпы 11 сырник шықты. Оларды алдын ала 180 градус қызып тұрған пеште 25 минут пісіреміз. Мінеки достар, сырниктер дайын, оны қуырып, немесе қамыры қолыңызға жабысып, формасы дұрыс шықпай, енді қалай істеймін деп басыңызды ауыртпайсыздар. Өте оңай және 100% бір жасағаннан шығатын есесіне артықмайсыз ПП рецепт. Міндетті түрде осы әдіспен дайындап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Достар, рецепт ұнаған болса, оған лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар дос құрбыларыңызбен бөлісіп, арнаға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер. Видеоны қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.